Сіз осы Қазақстанда жасөспірімдердің сүйікті ойын-сауықтарын білесіз бе? Мысал келтіріп кетсеңіз. Қазіргі таңда көп жастар олар ойын сауықтыру кешеніне көңіл бөлмейді. Себебі жаңағы цифрлық ғасыр болған соң көбісі жастар TikTok желісінде, жаңағы Instagram желісінде уақытын өткізуге тырысады деп ойлаймын. Ондай кешендерге баруға негізгі себеп ол жалқаулық деп ойлаймын. Қазіргі жастардың ойын-сауық жүйелерді қай әлеуметтік желі арқылы табады деп ойлайсыз? Енді жаңағы айтқандай, үлкен болсын, жас болсын, кіші буын болсын, көбісі TikTok деген желіге өте қызығушылық арттырады. Себебі ол жаңа Қазақстан ғана емес, TikTok арқылы басқа мемлекеттермен де байланыс болады. Сол себепті сол TikTok желісінде отырады деп ойлаймын. Келесі сұрақ: бос уақытыңызды сіз қалай өткізуге тырысасыз? Сіз өз уақытыңызды қалай тиімді өткізесіз? Мысалы, саябақта қыдырумен ба, әлде йогамен айналысумен, әлде басқа нәрсе? Әрине, әр адамның өзі хобби болады. Ол жаңағы тек қана бос уақыт емес, адам өзіне әдетке айналдыру керек. Жұмыс бабы жұмысымен уақытысы қалу керек, ал өзін хобби әр адамда болу керек. Көбінесе бос уақытта жаңағы кешкі серуенге шығып, 5-10 минут болсын, ол жаңағы адамның ойлау қабілетіне де жақсы әсер етеді. Адам миы демалу, қазіргі жаңағы цифрлық ғасыр болғандықтан көбінесе жаңағы біз компьютерлік жаңағы ноутбукпен отырып жұмыс жасайсың. Сол хоббиім жаңағы кешкі серуенге шығу әрине. Және де кітапта оқу, ол артық емес деп ойлаймын. Адамның сана сезімін, ойлау қабілетіне дамытуға өте әсері жақсы деп ойлаймын. Жақсы. Сіздің жақындарыңыз өздерінің бос уақытын қалай өткізетінін білесіз ба? Иә, білемін. Өкінішке орай, баяғы TikTok желісі кешкі серуенде болады. Жаңағы дүкенге барып келсе де, ол уже жаңағы серуен деп ойлаймын. Сол. Сіз оларға өз уақытын тиімді өткізуге көмек бересіз ба? Иә, әрине. Жаңағы тиімді өткізу деген әр жұмыстың өзінің уақытысы болса, барлық жұмыстарға үлгереді деп ойлаймын. Жаңағы уақытылы асын ішіп, уақытылы жұмысына бару, жаңағы міндетті түрде өзіне көңіл бөлу болу керек. Ол жаңағы сіз айтып кеткенде серуен болсын, саябаққа бару болсын, сондай кеңес беремін. Ал сіз өз уақытыңызды Instagram, TikTok'та өткізесіз? Енді оны құпия емес, барлығымыз да отырамыз, бірақ бүкіл сағатымды арнаймын демеймін. Бір жарты сағат қарап өтеміз, өйткені біздің де жұмысымыз онымен байланысты болғандықтан барлық жаңалықты сол TikTok'тан көреміз. Жұмыстан кейін сізде бос уақыт қалады ма? Ол уақытты қалай өткізесіз? Және жұмыстан кейін өзіңізді шаршауқы сезінесіз бе, әлде жоқ? Енді әрине адам баласы болған соң әр адам шаршайды, әр жұмыстың өз қиындығы болады. Енді жұмыстан келген соң болады әрине ондай күй. Ол кезде барлық жаңағы TikTok желісі болсын, Instagram желісі болсын, өшіріп тастап, адам демалу керек. Уақытылы ұйықтап, ерте тұрса, жаңағы өзінің жақсы күйде болады деп ойлаймын. Сонымен сіз әлеуметтік желіге қарсысыз ба? Әлеуметтік желіге жоқ, қарсы емеспін. Өйткені әлеуметтік желімен бірге адамда дамып жатыр деп ойлаймын. Бірақ кітапты оқуды да ұмытпау керек. Рахмет. Сау болыңыз.